Сот орындаушы Нұрболға соқсын дейді. Мына жұмыспен қамту орталығы соққан. Астанадан. Ұлпан, есімі, бәрін көрсеттім. Қазір Facebook парақшасына салам. Есімін айтам қазір. Ответить на ваш звонок. Вы можете оставить голосовое сообщение после сигнала. Неоплатное. Шақырылып отырған абонент қоңырауыңызға жауап бере алмайды. Дыбыстан кейін сіз оған дауыстық хабарлама қалдыра аласыз. Қосылыс ақылы жүргізіледі. Саламатсыз ба, Нұрбол мырза? Маған әлеуметтік көмек тиіп тұр екен. Астана қаласынан жұмыспен қамту орталығынан. Енді менде арест тұр дейді. Менде мемлекеттік арест дейді. Мен ешкімге қарызым жоқ. Менің немді бұғаттап тастаған екен. Не үшін екен білмеймін. Енді жұмыспен қамту орталығы хабарласып жатыр маған. 2,5 миллион ақша маған әлеуметтік көмек көрсетіледі екен. Соған допуск сіздер ашсаңыздар, маған сол 2,5 миллион ақшаны аударады екен. Сондай мына Қасым Жомарт Кемелұлы елбасының бір жарлығы шыққан екен. Рахмет, сау болыңыз. Енді міне жұмыспен қамту орталығы. Ұлпан Қайратқызы. Ұлпан Қайратқызы, мен жаңағы Қуаныш Алексеевич қой. Аха. Жаңағы Нұрбол Сүлейменовке соққам, телефоны өшіп тұр. Өшіп тұр? Иә. Қайта хабарласып қойсаңызшы, 5 минуттан кейін. Иә, жоқ, вообще өшіп тұр дейді. Голосовой жазып жібердім. Телефон өшіп тұр дейді. WhatsApp жоқ екен, WhatsApp жоқ екен. WhatsApp жоқ екен. Аха. Бөлем 5 минут көлемінде хабарға түсіп қойыңыз, егер де жаңағы алмайтын болса, ары қарай көреміз ғой енді. Иә. Мен бағанағы мақала сіздердің нелеріңізді жұмыспен қамту орталығына кірген бастықтарына. Ол грант жайында жазылып тұр ғой, грант деп, кәсіпкерлерге. Кәсіпкерлерге беріледі деп тұр ғой, кәсіпкерлерге ақша. Жоқ, кәсіпкерлерге, бұл жаңағы кәсіпкерлерге 1 миллион мен 3 миллион аралығында түседі. Бірақ сіздерді бұл жаңағы не бойынша қарастырып жатқан жоқсыз ғой? Енді маған көмектесіп жіберіңізші, мен де анамды қарап отқан, жұмыс істей алмай отырмын ғой, ешқайда шығып. Жоқ, айтып отырмын ғой, бұл енді 1 миллион мен 3 миллион аралығында жаңағы бизнес ашам, мал шаруашылығын дамытам деген адамдарға беріледі. Ал біз сізді жаңағы жұмыссыз, әл-ауқаты төмен отбасы ретінде қарастырып отырмыз. Иә. Сізге айтылған сумма ғана беріледі. Жаңа жаздым жұмыспен қамту орталығы. Көрдім соны. Атырау қаласының жұмыспен қамту орталығы. Бұл солай ғой, шығар иә. Ол жаңағы сізге айтылған сумма ғана беріледі. Бұл жерде егер де бизнес бастаймын, мал шаруашылығын дамытамын. Сол мал шаруашылығына айналысайын деп едім, мал шаруашылығымен. Егер де сол мал шаруашылығына жаңағы сол сала бойынша болатын болса, сіздер жаңағы сумманы алғаннан кейін 1 күн мен 10 күннің аралығында полный жаңағы нелеріңізді, документтеріңізді тапсыруларыңыз керек. Түсінікті, жақсы, рахмет. Осы сот орындаушыларыңызбен кездескеніңізде хабарға түсіңіздер, осылай ақпарат алып өттім сот орындаушыдан осындай мәселе бойынша екен деп. Иә, көтерсе айтамын ғой.